Кезек эми аралаш унааларга келип жетти. Мына ошо сектор 4тө жайгашкан унаалар. Бул жерде ушул ар кайсы маркадагы унаалар болот бул жерде. Адаттагыдай эле көрсөтүүнү улантабыз. Каналга жазылып, лайк басып, суроолор болсо комментарийге жазыңыздар. Биз көрсөтүүнү уланталы. Бүгүн 7-ноябрь 2021 жыл. Бул жерде ушул Армениядан келген Toyota Ypsum'dan көрсөтүүнү баштайынчы. Ушу жакшы абалда экен. 86 000 гана километр жүргөн, жылы 2008-2004, баасы $7,800. $7,800 Toyota Ypsum улантабыз. Оң рулду Honda HR-V, жылы 2002 1.6, коробка автомат, $5,300. Дөңгөлөктөрү жайык экен. Андан кийин Subaru Legacy Universal Leuru, бирок буларды Outback деп коет экен. Бир аз эле айырмасы болбосо, Legacy менен окшош эле. Жылы 2004-2005, 290 000 километр жүргөн. Баасы $6,300. Mercedes 210. Кожаный салон, жылы 97, 3.2 автомат, $4,200. $4,200 байланыш номери, ушул номерге чаласыздар. Бул жерде ушул Hyundai Getz дагы бар экен. 2002 жылкы 1.4 автомат, $4,500. Байланыш номери бар, чалып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Андан кийин биякта Toyota Auris автоунасы. Жылы 2008, 1.6, коробкасы автомат, робот, 225 000 километр жүрүптүр. Баасы $5,500. $5,500. Андан кийин бул унанын баасы жок экен. Улантабыз. Дагы бир малолитражка автоунасы Nissan March. 2004 жылкы 1.3, расход шаар ичинде 7-8 дейт, баасы $3,700. Дөңгөлөктөрү жайкы. Кузову жакшы экен. Кузовунда жумуш жок. Андан кийин биякта Toyota Passo Японец 2006, көлөмү 1, автомат, $3,800. Байланыш номери азыр есінен сұрап көрөбүз. Клиенттер кайсы номерге чалыш керек? Клиенттер кайсы номерге чалыш керек? Четинен номерге. Биякта номери бар. Ушул номерге чаласыздар. Кузову жакшы. Honda Avancer. Жылы 99, 2.3 объем. Кузову жакшы экен. Баасы $4,200. Байланыш номери бар, чалып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Улантабыз тугандар. Биякта Honda Fit Aria, күмүш түстө, жылы 2003, 1.5, $3,950. Байланыш номери бар, чалып сүйлөшсөңүздөр болот. $3,950. Биякта Toyota Avensis Universal, жылы 99-2000, 1.8 простой мотор дейт. 230 же 290 000 километр жүрүптүр. Коробкасы автомат, $4,900. 1ZZT мотор, рейс мотор. Коробкасы автомат. Toyota Avensis Universal. Андан кийин бул жерде Subaru Legacy BL5 Universal, жылы 2005, көлөмү 2, баасы $5,800. 219 000 километр жүргөн. Салон ачып көрөлү. Монитор, задний камерасы бар.
Бияқта Honda Odyssey Absolute ақ түсті. Жылы 2002 жылғы 2.3 газ бензин. Бірақ бұл есі қазір жоқ болады 5300. Мына қағаз ішіне өйдек тұр, номерін жазбасақ болады ма? Номері бар ма сізде? Айтып қойсаңыз. 150776. Гуглда қалды да бір жолы. 507 150776. Honda Odyssey'дің номері. Nissan X-Trail 2002 жылғы 2 объем механика $4500 деді. 4500 байланыс номері бар. Бұл басын айттым. $4500. Бияқта Nissan Primera японец 2002 жылғы 1.8 автомат, басы $3600. Mercedes 210-ны көрсетейін. Жақша балда 2002-2.4 механика $4600. $4600. Бияқта японец Honda Accord универсал 2002-2.3 автомат $3600. Дөңгелектері қышқы, подогрев бар, кожаный салон, состояниесі жақсы екен. Азыр артынан көрелі. Бұл жерде Mitsubishi Lancer'ден универсал екен, сол рулды, коробкасы механика, жылы 2005 1.6. Обмен бар екен. Басы бұл жерде $3600 деп жазылып тұрады. Номерге чалып сөйлесіп көресіздер. Бияқта ушул авенсисті көрсетпайын, да бір универсал 2002 1.8 механика $4700. Дөңгелектері қышқы. Бұл жерде ушул Mercedes 210 қара түсті, Россиядан келіп тұр. Номері учеттен шығарып, транзит номерде тұрады азыр. Жылы 98-28 автомат, басы $4500. Ушул Odyssey'дағы көрсеңіздер болады. Басы $4000 деді, жылы 2001, 2.3 автомат. Простой мотор, үстінде люк бар екен. Состояниесі шундай. Бияқта Toyota Allion автонасы сатылмай тұршайды, ондан кейін ұнашыл Lexus автонасы бұл да сатылмайды екен. Ондан кейін Toyota Corolla. Toyota Corolla'ны көрсетейін туғандар. Қызыл түсті, жылы 2010, көлемі 1.8 механика, басы $6000. Hazır esi қаяқта екен бұл? Есі жауық шет, ешігі жауық екен. Ешігі жауық. Бияқта сол рулды Honda Accord күміш түстегі автонаны көрсетейін. Honda Accord жылы 2003, 2.4 механика, басы $6300. Стеклоподъемниктері электрический екен, подогрев сиденья, коробка механика алтын степка, үстінде люк тағы бар, кузов жақсы екен. Ондан кейін бияқта Honda Fit 1.3 объемда, төсі ақ төсті, жылы 2003 жылғы 207.000 км жүрген, басы $5600 деді. Дағы бір Honda Avancer 2002, 2.3, $4300. Отырыштары велюр. Бұл жерде жол таңдамасы автонасы Toyota Surf 96 жылғы, көлемі 3 дизель автомат, $6500. Üstünde bagajlığı da var ekan.
Hilux Surf. Bu yoqda turganlar keyingi avtouna Honda CR-V qizil түсті. Дөңгелектері почти жаңы салып қойыптыр, ойламай шықса болчудай. Жылы 2001, 2 объем, автомат вариант, обмен бар екен, басы $5700. Артыңғы дөңгелектердегі ушундай жаңы салынған. Honda Jazz 2003 1.4 коробка механика, басы $5500. Honda Jazz, жашыл түсті. Chevrolet Spark 2014 жылғы кореец. Көлемі 1, автомат, басы $6500. Дөңгелектері қышқы. Ondan keyin daha bir Fit 1.3 объемда. Жылы 2003, басы $5900, сөйлешсе болады деді. Байланыш нөмірі 0509 92 29 90 деген нөмірде тұрады. Toyota Camry 30 кузов 2004 жылғы 2.4 $7400. Отырышлар обычно трапшын екен. Toyota Camry. Лампасы туғандар, бұяқта кейінгі Mazda Demio көк түсті. Жылы 2003, 1.3 $4300. Honda Step RF3 күміш түсті. Жылы 2001, 2 объем автомат, басы $5900. Subaru Outback 2005, көлемі 3, автомат, 230 000 км жүрген, басы $7800. Subaru Outback. Үшінлі жанында Forester ақ түсті. Жылы 2000, көлемі 2, басы $4000. Nissan Primera 2002 жылғы 2 объем, мотор коробкасы жоқшы дейді, басы $3800. $3800 қазір. Есі қаяқта екен, бірақ есігі ашық, соларын ашып көрелі. Açıq түсті. Eva поликтері бар екен.